келеді, соған орай сіздерге балдарыңызды қойып отырамын, иә? Жақсы, мен сіздерге қазір мына жерде міне экранға таймермен уақыт беремін. Мәтін балдар. Презентация, дыбыс. Қатты тез оқып кеттім ой дейме? Қайтадан оқиын. Компьютер кездессе ғана, иә? Менің тірек сөзіммен кездессе ғана төбесіне қоямыз балалар. Презентация, дыбыс, файл, анимация, слайд, кірістіру деген сөз бар болса қоямыз. Ойнату, бастау, анимация, санын санап жүрейікші балалар, санын санап маған айтайын. Және керекті барлығы үшін бар. Дыбыс қойылды. Шаблонды зор жөндеп, әдемілеп және қызықты қылып істеу үшін. Енді балалар слайд презентацияның беті және оны жасайтын. Апай, мен айтайыншы. Апай, мен қағымен толықтырасыңдар. слайд деген жобаны есеп беруді, қорғау, жұмыс жоспарын көрсету және дайын ақпараттарын бөлісу. Айсәуле, сен не айтқың келді? Апай, мен айтайын слайд. Яғни дыбыс деген сөзді тауып. Қажетімізге қарай тақырыпқа Қойып, оны есте аламыз. Жасап, көрсете аламыз. Сандап кіргізе аламыз балалар. Сирек сөйлер. Айтамын. сирек дыбыс. Осыны маған тезірек жазып жіберсек келеді. Үйге тапсырма осы тақырыпты жақсылап оқып келеміз.
бәрекелді, интернеттен. Интернеттен және PowerPoint интернет. Және монтаж. Видеоға монтаж жасай аламыз, иә?